қыздар, әріптестер, мен бағана растяжканы жасадым ғой, соның тағы бір варианты бар. Мен соны көрсетейін деп едім. Мына сайтты көріп тұрсыздар ма? Міне foto.ump.ru, осыны жазасыздар, иә, Google-ға. Сосын осындай тауып шығады. Осы жерден сразу открыть дегенге барасыз. Мынандай ашылады сізде. Сосын загрузить с компьютерін басасыз. Бұл жерде не бар? Суреттер болу керек, мінекей, мына любой бір суретті ала берейік. Мысалға, мынаны ала салайын. Жүктедік, мынау келді бізге. Осыны открыть басам. Мынау шықты мына жерге. Енді осының ішіне ортасына біз әріп жазуымыз керек қой. Әріпті қайдан алам? Мына жаққа барамыз. Мына жерде текст деген тұр ғой. Мына текст деген басасыз. Осындай шығады. Осы жерден таңдап аласыз мына шрифттарды. Шрифттар таңдап жүрейік. Мынаны таңдадық. Мына жерге келіп тұр, иә, мынау. Мынаны алып, мына жерге қойып, мына артықтарын өшіріп тастаймыз. Артықтарын өшіріп, мына жерге жаңа растяжкаға қойылатын әріп қандай, мысалға? Ұстаздар ма? М дей берейікші әйтеуір. Мынаның ақпен тұр ғой, сосын көрінбей тұр шрифт. Мінекей. Артығын алып тастаймыз. Содан өстіп, размер шрифтта тұр ғой, міне. Размер шрифтін үлкейтеміз. Мінекей. Осылай үлкейтіп, келді ғой. Мынаны әкеліп ортасынан былай қоямыз. Мінекей. Осылай жасауға болады екен мынаны. Сосын мынаны алып, мынаны бастыңыз ғой, сохранить басасыз. Мына JPEG таңдайсыз, JPEG таңдайсыз да, сосын сохранить басасыз. Болды, сіздің суретіңіз сақталды. Ол мына жерде тұрады астында. Басып жібересіз.